Біз алматылықтар Қазақстан бойынша қоғам белсенділерінің президентке, үкімет басшыларына қойған талаптарын қолдаймыз. 1993 жылғы ата заңымызды қайтаруды талап етеміз. Тоналған қазба байлықтар мен өндіріс орындарын халыққа қайтаруды талап етеміз. Дума Мұхаммед Кәрімге, Әйгерім Тілеужанға, Марат Жыланбаевқа және де басқа саяси тұтқындарға бостандық берілсін, қоғам белсенділерін қудалау тоқтатылсын, осыны талап етеміз. Қытай мемлекетімен және басқа да мемлекетпен визасыз режимді тоқтатуды талап етеміз. Евразиялық одақтан ОДКБ ұйымынан шығуды талап етеміз.